Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен Эльнура, бүгін сіздермен дәмді үйретін макарон тағамын дайындаймыз. Ол үшін ең алдымен бізге ет қажет. Етті дәл видеодағыдай қылып кесіп аламыз. Одан кейін бізге пияз қажет. Пиязды да кесіп аламыз. Одан кейін бізге сәбіз және де қызанақ қажет. Бір дана сәбіз және бір дана қызанақ. Одан кейін макарон қажет. Макаронның өзіңіз қалағанша әр түрін бола береді. Бірінші етімізді қызып тұрған майымызға осылай жақсылап қуырып аламыз. Одан кейін артынша пиязымызды саламыз. Барлығын жақсылап қуырамыз. Міне осылай етіміз бен пиязымызды қуырамыз. Одан кейін артынша сәбізімізді және де қара бұрыш саламыз. Одан кейін дәміне қарай тұз саламыз. Одан кейін артынша қызанағымызды саламыз. Сосын барлығын жақсырап қыздырамыз. Одан кейін бір қасық томат пастасын саламыз. Одан кейін бізге бір дана картоп қажет. Осылай кесіп картопымызды да жақсылап салып, барлығын жақсылап қуырып аламыз. Картошкамыз қызара бастаған кезде макаронымызды саламыз. Осылай макаронымызды де салып, 1-2 минуттай қыздырып аламыз. Макаронымызды 1-2 минуттан кейін қыздырғаннан кейін су құямыз. Макаронымызды су толығымен жауып тұру қажет. Соңға дейін су құйып, астын ақырын отта 25-30 минуттай пісіреміз. Міне біздің дәмді үйретін макарон тағамымыз дайын. Егер де видео ұнаса, лайк басып, пікір қалдыруларыңызды сұраймын.